Айсылу соңғы кезде ұлын тани алмай жүр. Кеше ғана етегінен ұстап жүретін, әр нәрсені анасына айтып жүгіретін Нұрдәулет бүгінде өзгере бастады. Бөлмесінің есігін жиі жабатын болды. Телефонын ешкімге көрсетпейді. Көзқарасы да біртүрлі, бірде тұйық, бірде мазасыз. Жай ғана өсу кезеңі шығар деп өзін жұбататын Айсылу. Бірақ ана жүрегі алдамайды. Бір күні ол байқамай ұлының бөлмесіне кіріп қалды. Нұрдәулет абдырап телефонын тез жасыра қойды. Беті қызарып, көзін тайдырып әкетті. Сол сәтте Айсылудың жүрегі шым етті. Бұл не? Неден қашып жүр? Деген ой мазалай бастады. Сол күннен бастап ана күдігі ұлғая берді. Ұлы бұрынғыдай ашық емес. Бір нәрсені жасырып жүргені анық. Кешкі ас үстінде Айсылу үнсіз отырды. Нұрдәулет те әдеттегідей емес, тез тамақтанып бөлмесіне кіріп кетуге асықты. Тоқташы деді анасы ақырын ғана. Ұлы бір сәтке тоқтап артына қарады. Сен соңғы кезде өзгердің, маған айтқың келетін ештеңе жоқ па? Нұрдәулет үндемеді. Мен сенің анаңмын. Қорықпа. Қандай жағдай болса да түсінуге тырысамын. Ұлының көзінде алғаш рет қорқыныш пен ұят аралас сезім жылт етті. Апа, мен жаман емеспін ғой, деді ол сыбырлап. Айсылудың жүрегі шым ете қалды. Жоқ, балам, сен ешқашан жаман болмайсың. Біраз үнсіздік орнады. Мен өзімді түсінбей жүрмін, кейде бір түрлі сезім болады, ұяламын. Ана бәрін түсінді. Бұл өсу. Бұл табиғи кезең. Бірақ ең қауіптісі баланың жалғыз қалуы. Айсылу ұлының жанына жақындап отырды. Балам, сенің денең өсіп жатыр. Бұл қалыпты. Бірақ кез келген нәрсенің шегі болады. Ең бастысы өзіңді жоғалтпау. Нұрдәулет басын төмен салды. Мен жаман нәрсе істеп жүргендей сезінем, жоқ. Бірақ сен бұл туралы дұрыс түсінік алуың керек. Интернеттен емес. Көшеден емес. Менен. Сол түні алғаш рет ана мен бала ашық сөйлесті. Ұяттың орнына түсіністік келді. Қорқыныстың орнына сенім. Көп ата-ана байқамайды. Баланың тұйықталуын мінезі өзгерді деп қоя салады. Ал шын мәнінде ол көмек сұрап жүр. Айқайлаңыз. Бірақ ұрсып емес, оятыңыз. Себебі бүгін байқамасаңыз, ертең кеш болуы мүмкін. Балаңыз сізден қашпау керек. Сізге келуі керек.